үлкен қадам. Жалпы, соған дайынсың ба? Дайынсың, иә? Енді қазір сен бойдақ өмірмен айтқанда қоштасатын боласың. Барлық қыздарды бәрін ұмытасың. Артта соған дайынсың ба? Дайын болса, олай болса кетті. Қазір енді білесің, Ресейде танымал әнші бар ғой, Тимоти деген. Сол Тимотидің «Давай до свидания» деген өлеңі бар да. Сол сияқты сен «Давай до свидания» бүкіл қыздарды ана жақта бойдақ өмірде қалдыратын боласың. Олай болса, 1, 2, 3 қолдарымызды көтереміз. Аға, бірге, көзіңдерді бірге. Ал, енді бірге. Ал енді құрметті ағайындар, дәуретімізді сынап көріп, енді былай қарай тұра ғой. Қазағымыздың киелі домбырасымен қазір біз беташар рәсімін бастайтын боламыз ағайындар. Екшектің бірін қатты бірін сәл-сәл кембіра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбырада жүрді. Құрметті ағайындар, ау деп бір қошемет деп қорықсаңыздар, нұр үстіне нұр болады дейміз ағайындар. Қазақта айтады ғой, шапалақ шамын шығармай шабыт береді дейді, шабыттандырып отырыңыздар ағайындар. Айдау ей, ау дейтін бір қазақ бар ма ағайын? Айдау ей, қуанышпен көңілде көргенде салют беріп шампаннан күйкімбірлеп бөгілді. Ауылымызға сіз келіп, қуанышты ел көріп, қуанғандай қазағы қызғалдақтай тәркіліп. Жокері жатыр бәтіндеп, келдің бетін көрсендеп, алма бетін алаулап, үйге кірдің кірімдеп, жаңғыдай шашылар, көңілдесін айтасылар, келдім бүгін ауылыңай, бетіне келім ашуғай. Киелі домбырамызбен бір жағынан сіз ашасыз, содан кейін беттен сүйіп бөліп жүріп, екі жақ беттен беріп. Олай болса, ағайындар, алайық, аға, айлар екенді. Ашамаңыздар, пісмелетіп. Ашыңыз. Қошымен бәлі, қошымен бәлі! Таныстыру рәсімін бастап, яғни нағыз құда танып боламыз, иә? Олай болса енді, сен бұл жерге келе ғой? Әзбек келе ғой? Как раз осы жерге тұра ғой? Сен енді ағасысың, иә? Ағасы болғаннан сен серьезныйсың ғой? Қарындасың деп беріп отырсың. Қыз бергендер тұрады орнында, просто тұрасың, серьезный ол. Енді біз қыз алып жатырмыз ғой, қыз алып жатырмыз. Құдалардың көңілін алу керек қой, иә? Олай болса аға келіңіз, жақындаңыз бұл жерге, как раз аға. Қазір құрметті ағайындар, төс қағыстыру болады бізде, төс қағыстыру дейді. Жалпы көрдің ғой тойларды қандай жасалатын, не? Сіз енді опыт бар ғой сізде, е? Аха, опыт бар дейді. Енді құрметті ағайындар, 1, 2, 3 дегенде бір-біріңізді келестіріп, төс қағыстыратын боламыз, жарай ма? Бір-бірімізді құшақтап дегенде көтеріп көруге болады қырағында, жарай ма? Олай болса құрметті, қошемет бала ма? Құттықтаппай кішкене қошемет қақтырып. Ай, бәрі келді. Олай болса кеттік. 1, 2, 3, қошемет ағай. Ай, бәрі келді, қошемет ағай. Болды, не болатсың? Адам болсын, анамыз, бізді сіріп, бақтаған аман жүрсін бауырымыз. Алыста аңсаған, берік болсын босағамыз, отанымыз қосылған, ең керек тату тәтті болсын дейміз.
жанұям. Есіңіз содан кейін бұл әулетке жалпы айтқанда кім болып келесіз? Дәуреннің ағасы Асылхан дейді, қошемет тұрып қойып. Ай, бәрекелді, сіз? Нұрлан сыныптас Дәуреннің, е? Нұрланға бір қошемет тұрып қойып, алдында классик сындырады. Ай, бәрекелді, сіз? Венераның туысы болып тұрып айтқанда, алдында классик группаш көріп Венераның. Сіз, Мақжан? Кенесары? Муж одноклассницы? Чей? Венера, Гаева, молодец. Азамат досы. Азамат досы? Кімнің досы? Дәурен. Дәуреннің досы Азаматқа қошемет тұрып қойып, Гаева екен. Енді жігіттер сіздермен жалпы жай шығарған жоқпын, ойынға шығардым, өздеріңіз сезіп тұрғандай. Әрбіреуіңіз өздеріңізге ұнаған құдашалардан, қыздардан люб ойнап беріңіз. Давайте тез-тез бір-біріңізден. Қошемет бола ма? Жастарға бір қошемет тұрып қойып, сейчас будет музыка, танцуй. Музыка останавливается. Я, например, скажу правое колено. Сіздер, қыздар, сразу прямо завязывайте на правое колено. Жарай ма? Кто последний, тот вылетает. Келістік па? А потом дальше больше ойынымыз әрі қарай былай айтқанда күрделене түседі. Олай болса, құрметті қонақтар, 1, 2, 3, маэстро, музыку бей! Левое плечо. Тиз, 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 тиз. Левый. Сіздер последний өздеріңіз, последний. Просто сіздер жақ. Только захидом жаға соғыңыздар. Енді дальше продолжаем. Билейміз кеш. Правый мизинец, тез, правый мизинец, кім. Қолдарымыз көтеріміз, кім байлап болып, тез. Сіздер, последний. Давайте, орындарыңызға ақырындап жайғасайық, рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, әрі қарай ойын күрделене түсіп, усложняется. Теперь сейчас будет музыка. Вы сами должны догадаться. Қай жерге байлау керек екен, куда завязывать, жарай ма? Олай болса, кеттік, өздеріңіз должны догадаться. 1, 2, 3, музыка! Қай жерге байлау керек, қай жерге? Кім біле? Вы опоздали. Они уже давным-давно завязали. Ай, бәрекелді, красиво хотелось. Ай, молодец. Өкінішті орай ұтылып қалыңыздар. Рахмет. Финал бізде, финал. Шешпей ақ қойыңыз, жүре беріңіз сол. Үйге барасыз. Енді все, ваша группа проиграла. Орындарыңызға жайғасыңыз. Енді финал. Қазір ән болады, әнге билейміз. Әннің ішінде сөз болады. Қай жерге байлау керек екен. Әнді мұқият тыңдаңыздар, жарай ма? Олай болса, финал кеттік би! Өмірімді сақы, мені сендене, шындай бері әніне. Мен сыйлап жүрек, жасы кереге, өртелген сөз болған жоқ, әнді біледі екенсіздер. Басқа әнді қосамыз. Кеттік. Давайте, кәнекей, көрейік. Бей! Шап!
Сіздер енді өкінішке орай ұтылып қалыңыздар. Бірінші көзді байланыс сосын өзіңіз көздері қойыңыз. Өкінішке орай ұтылып қалыңыздар. Рахмет, орындарыңызға жайғасайық. Қошемет ағай, қосылғай. Ай, бәрекелді. Есіміңіз кім? Асылхан. Асылхан, сіз. Асылхан мен Бақизатқа бір қошемет тұрып қойып. Қазақта білесіздер, жігіттің 3 жұрты бар деп жатады, иә. Бүгін дәуірінде 3-ші жұрты пайда болып жатыр. Ол қайын жұрт. Білесіздер, иә. Енді құрметті ағайындар, қазір осы 3 жұртын бір-бірімен сайыстырғым келіп тұр. Қазақта білесіздер, өз жұрты болады, нағашы жұрты болады, қайын жұрты болады деген ғой. Әрқашанда мынау енді бір-бірімен осындай тойларда сайысып жатады. Қай жақ жақсы, қай жақ мықты дегендей. Біле білсеңіздер, қазақта осындай той болғанда, білесіздер, я домбыра күмбірлеп жатады, әндер айтылып жатады дегендей. Енді балуандар күресі болып жатады, ат жарысы болып жатады, қазақ білесіздер ғой. Мынау атты керемет сүйген халық қой, қазір сіздермен ат жарыс өткізетін боламыз. Қай жақ шығады, сол жақ приз алатын болады. Келістік қоя. Енді сіз есіміңіз нағашы боласыз, иә? Төлебай нағашы. Мынау бір аттан ала қойыңыз, қайсысын таңдайсыз? Өзіңіз білесіз. Қарап алуға болады, қарамай алуға болады. Аха. Біреуін алыңыз. Осы атпен қазір шабатын боласыз. Аха. Сіз құра. Қайсысын таңдайсыз? Сіз. Аха, сізге выбор жоқ енді. Осы. Енді құрметті ағайындар, қазір біз ат жарыстыратын болады. Сіздің тұлпарыңыздың аты қалай? Жылқыңыздың аты? Буян дейді, ай бәрекелді. Нағашыларымыз жағынан бәйгеге буян түсетін құдалар жақтан. Тұлпарыңыздың аты қалай? Тәкаппар. Тәкаппар дейді, ай бәрекелді. Тәкаппар деген арғымақпен сүйінде алатыр. Өзіміздің ағамыз 205 деген дейді, біздің ауылдың қараты болғаны 205. Қара емес қой? Тұрады қой. Жарайды. 205 дейді, буян дейді, тәкаппар дейді. Құрметті ағайындар, қазір біз кімнің бәйгеден бірінші келетінін анықтайтын боламыз. Енді білесіздер, қазақта мынау енді мынау ат бірінші келеді, мынау ат екінші келеді деген былай енді Күреңбай деген сыншы сияқты адамдар болған ғой. Сол сияқты мынау енді ставка қоятын азаматтар бар ма? Осы азамат бірінші келеді деген сияқты. Нағашылар жағынан, өз жағынан, құдалар жақтан бар ма жоқ па ондайлар? Жоқ па? Қанша ставка қоясыздар, соны жеңімпаз алатын болады. Мен алмаймын, менің қатысым жеңімпаз алатын болады. Приз алады, призбен бірге. Приз кім бірінші келіп, сол алады. Аха, тамадаға мүлдем ақша жоқ. Мен өзімнің ақшамды аламын, келіскен. Енді сізге, аха, нағашымызға 500 теңге тығып жатыр, сізге өз жұртымызға да құдаларға қойыңыздар енді. Аха, давайте. Кім бар? 3-ке дейін санайын. 1, 2. Болды ма? Все. Құдаға қойыңыз, құдаға. Болды. Осымен тоқтатайық. Қазір кім шығады, сол бүкіл призді алатын болады. Осы ақша ұпаздығы. Жарай ма? Ойынның шарты мынандай. Қазір 1, 2, 3 дейін бұлай айналдырасыздар. Жіберіңіз. Мана ұстайсыздар да бұлай айналдырасыздар. Жарай ма? Кімнің аты бірінші келеді, сол приз алады. Ұстаңыз. Болды, иә? Ай, бәрекелді. Олай болса тоқтатайық. 1. Сума осы аласыз, осы. Қазір жеңесіз ғой, жеңсеңіз, мынау суманың барын жеңімпаз алады. Бәрін алады. Жарай ма? Енді жандарыңыз шалыңыздар, жарай ма? Шалыңыздар, бәйгеге түсінде бастар. Әр қайсыңыздың арттарыңызда ел тұр. Білесіздер, нағашы жұрты тұр, өз жұрт тұр, қайын жұрты тұр деген құдалар жағы тұр. Олай болса, құрметті ағайындар, 1, 2, 3,
Өздеріңіз куә болғандай, біздің құдаларымыздың тұлпары тәкаппар біріншіген екен. Мынау подарок сізге деміз, тағы да бір подарок беретін олыз. Қошемет құдаларымызға, тоқтаға! Тұрған бокалдарымызды толтырып, алып, ішіп қайық дейміз. Біздің қыздар, ең сұлу. Арай әсем, Пакизат, Венера мен күн сұлу. Барлық қыздар қазағымның әдепті, салтын сақтап жүрер әркез әдемі. Жігіттері арыстандай айбатты, нақшан айтқан жолбарыстай қайратты. Қазағымның жігіттері мықты ғой, меймандарым сіз осыны біліп қой. Халқы дархан ақ көңілді ажарлы, жайсаң мінез мырза көңіл базарлы. Қызыл жардай елімді мен сүйемін, гүлденгенін шын жүректен тіледім. Қызыл жардай қаламды мен сүйемін, амандығын әрқашанда тіледім деп қойыш құрметті. Қызыл жарыстар тойы құтты болсын дейді. Бөлесі, я? Венераң бөлесі, Венераң бөлесі. Камилаға бір қошымен тұрып қойын. Айвар деді. Сіз как вас зовут? Анастасия. Вы какой стороны? С Даурена? Кім будете? Подруга Даурена дейді, қошымен тағай. Қошымен қойын. Айвар деді. Сіз несіңіз тағы да балық қалып бір үшін. Пакизат бізде дружка. Қошемет ағайын қол қойып Пакизатқа. Айвар екелді. Ал енді невестамыз. Қайда невеста? Қазір келе ма? Айвар екелді. Міне nevesta. Келіңіз жағында. 1, 2, 3, ойлап қошемет қол соқ.